Барлығының сұрағы бар ғой. КТЛ, универ, КИМЭП, потом предпринимательство. Рональдо, Месси, кім? Вы хотите Руслана пригласить в Сандық? Мне кажется, Руслан же должен вас пригласить в Сандық. Қазір Қазақстан мен үшін ең керемет жер. Потом политика. Ордабасыдағы 9-шы номерді босатып қойыңыздар деп. Тек қана кәсіпкерлік, сосын Алматы әділет, сосын Ордабасы, сосын бокс. Бізге 40-ты, 50-ді күтудің қажет жоқ. Бізге бір бай болуды күтуді қажет жоқ. И потом футболист обратно. Сен сөйтіп ойласаң, мен сөйтіп ойласам, сенің айналаңдағы достарың сөйтіп ойласа. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың көгінде күн болмағанда кім болам дейді. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бірінші шығарылым менің YouTube арнамда. Бүгін подкасттың форматы өзіміз отырып шай ішейік, сондықтан да достарым, сендерге айтарым, камераға назар аудармаңыздар. Будем общаться о спорте, о политике, о предпринимательстве. Самое, наверное, главное и самое интересное сейчас – это просто о жизни в нашей стране. Подкаст еркін форматта өтеді, қазақша, орысша, мен білем, сендер ағылшынша жақсы сөйлесесіңдер, сондықтан ағылшынша сөйлесеңдер де болады. Мы позвали в первую очередь моих друзей. Это в первую очередь, во вторую очередь это предприниматели. Я сам как предприниматель обожаю предпринимателей, потому что у нас мысли, знания, понимание всего примерно одинаково мыслим. И сегодня у нас в гостях интересные личности. Это и Руслан, председатель Центра развития города Алматы при акимате города Алматы. И Дархан, президент футбольного клуба Ордабасы и вице-президент Федерации бокса Республики Казахстан. Рахмет, что согласились. Мне, наверное, не хочется, знаете, задавать какие-то сложные вопросы, не хочется говорить о истории, которая у вас происходила в последнее время. Вы вообще не выходили в инфополе, не выходили в инфопространство. В основном занимались... Чем вы занимались? Ну, во-первых, реабилитацией. Реабилитация. Да. Ну, короткий срок был реабилитации, и потом уже не было времени отдыхать. Начали работать. Сколько вы реабилитировались, сколько вы... Прям быстрый срок, да, по идее, был? Ну, да, где-то 5 месяцев у меня была реабилитация, и дальше уже я начал работать. Вас пригласили сюда, в Алмату? Да, это Центр развития Алматы. Аким города Дархан Амангельдиевич пригласил возглавить этот центр. Очень интересная работа, интересные проекты. Ну и, соответственно, командировки, проекты, работа. Особо и времени нет для какого-то контента там и так далее. Ну, работаем во благо города, во благо... Что делает Центр развития города Алматы? Ну, у нас много функций, на самом деле. Это, по сути, и think tank города, это и большие инфраструктурные проекты. Мы как project management делаем. Все знают, да, это ЛРТ, это SkyTrain, это и развитие города, это и полицентры, ну, и так далее. Как бы всю эту работу мы делаем. Супер. Сейчас я вижу, что делает Дархан. Дархан активно зашел в соцсети. До этого вообще его не было. И мне бы понять, я Руслана знаю, да, я видел Руслана в соцсетях, он рассказывал, что работал в Сеймар. Мы много видели про вас. Да, неинтересно. Не то, что неинтересно. Я знаю некоторую информацию, что вы учились в КТЛ. Знаю про ваше чуть-чуть детство, но плохо знаю. Какое было детство у Руслана и где оно было, чтобы понимать. Потом у Дархана какое было детство, чтобы понимать. Потому что все знают вас сейчас. Но никто не знает вас. Я думаю, давайте начнем с Дархана. Я думаю, вот Дархан молодец в плане того, что возглавил наш клуб Ордабасы. За короткий срок, ну, Аллаха шукур, да, показал такой хороший результат. Ну, надеюсь, как вангует наш друг Алибеков, да, то, что в этом году Ордабасы станет чемпионом. Ну, ждем. За такой короткий срок сделать такой результат, это нелегкая работа на самом деле. Это и общественная работа, это и организационная работа, это и структурная работа, это блогеры, это артисты. Из такого скучного футбола, казахстанского футбола, сделать интересный формат, на самом деле, ну, респект. И то, что он тоже открыл свой аккаунт, да, в Инстаграме, во всех соцсетях, уже начал. Это хорошо. За это, я думаю, да, Дархан Намбастайк, я думаю... Хайда тудыңыз даке.
туғанда сен самый главный Барлығы Шымкенттікі деп айтады бұны, бірақ. сен жаңа самый нені мені таныстырған кезде кішкене дұрысырақ таныстыру керек еді дейсің ғой. Ал осы айдың 23-інде құрылтай сайлауы болады ғой. И сол үшін мен Алматы қалалық Әділет партиясының Алматы қалалық филиалының төрағасының орынбасары болып қызмет атқарамын қазір. Оған жетеміз қазір. Оған жетеміз ба, иә. Даке он такой, знаете, сразу саясат, да? Жоқ, саясат емес, енді менде резюмеде көп қой қайда қызмет атқаратын. Даже Шымкент халқының кейбір адамдар комментарийға да жазады. Бір должностыңыз маған бере тұрыңызшы, пока сіз футболмен айналысып жүрген кезде. Мен өйткені футбол үшін сізбен таныстым. И вот эта футбольная любовь не к Орде, а футбольная любовь вообще к КПЛу, меня такой, Дархан что-то делает классное. И так это познакомились, и Дархан, оказывается, еще и, я не знаю, как HR-ом работает в Атлет, он всех людей, которые есть сейчас в пространстве, он просто говорит, пойдемте. Вы сейчас председатель города Алматы Атлет. Но мне хочется узнать не это, мне хочется узнать, где вы родились, где вы учились, чем вы занимались здесь. 1990 жылы Алматы қаласының өзінде емес, Алматы облысы Іле ауданы Касык деген ауылда туылдым. Сол жерде өстім, оқыдым. Сосын Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің бір курс қана оқып өттім. Одан кейін Грантқа түстіңіз ба? Грантқа түстік. Одан кейін жаңағы болашақ программасымен Америка құрама штаттарында Penn State университетінде экономика және халықаралық саясат мамандықтары бойынша жоғары білім алдым. Ол қандай болашақ программасы? Болашақ программасымен, да. Екінші курста бара ма адамда? Жоқ, бірінші курстан енді бір жыл Казгуда оқығаным күйіп кетті. И сосын болашаққа түстіңіз. Сосын сол бір енді оқуды бітірдік, Казгуға тапсырдық. Сол Казгуда оқып жүріп, уже болашаққа тапсырдық. Ол жерде басынан бастадық қой, бір жыл тіл оқыдық Бостон қаласында. Сосын 4 жыл бакалавр жаңағы 2 мамандықты алып шықтық бірақ. Сосын Penn State'ті бітірдіңіз, Қазақстанға келдіңіз. Penn State'ті бітірдік, Қазақстанға келдік. Қазақстанда жаңағы досым бар ғой, менімен бірге. Біз негізі 6 доспыз, 6 баламыз. Бірінші сыныптан бірге сыныптаспыз, құрдаспыз, доспыз, қазір серіктеспіз, өмірде де біргеміз, жұмыста да, бизнеста да, барлық жерде біргеміз. Сол Шахмұрат Мұталиппен бірге жұмыс жасай бастадық. Бірінші жұмыс орнымыз, ол мен оқуды бітірген кезде екеуміз бірге бітірдік оқуды. И сол кезде Шахмұрат алтын белгі қорғап, бірақ ол заводқа слесарь болып жұмысқа кетті, мен болашақпен оқуға кеттім. Бірақ алтын белгіні 2 балыма жетпей қорғай алмай қалған кезім бар еді. Сосын сол келген кезде Алматының түбінде жаңағы өзіміздің облыста, өзіміздің ауданда Бенд деген завод болды. Жаңағы темір бетон шпалдарын шығаратын темір жол үшін. Сол жерде бір жылдай қызмет атқардық, сосын өзіміз бөлек кәсіпкерлікпен айналыстық. Қандай позицияға келдіңіз? Сол кездегі Шахмұрат Мұталип ол кезде вице-президент болды, мен президенттің көмекшісі ретінде жұмыс бастадым. Шахмұрат автослесарь болды, вице-президент. Слесарь болды. Енді сразу емес қой, ол 2008-де слесарь болып кірді, ал мен Америка құрама штаттарына 2014-те келдім. 6 жылда ол сол жерде слесарьдан бастап бетончик, жаңағы шпал бәрін құйып, уже мен келген кезде ол бірінші вице-президент болды сол заводтың. Қызық. Бірақ арманым, ойым, жаңағы таңдаған мамандығым да халықаралық саясат және экономика, ол бұрыннан бері енді көп жастар сөйтіп армандайтын шығар, әсіресе ауылдан шыққан жастар. Енді телевизор, бізде ол кезде телевизор аз көрдік қой, бірақ сонда да ауылда жоқшылықта өмір сүрген кезде бәрі армандайды ғой. Кейін өскен кезде саясатқа барам, әкім болам, депутат болам деп. Ондай менде де арман болды. Әкім боласыз ба? Жоқ. Ондай армандар жас кезде болды ғой, енді бір нәрсені өзгертем деп. Бірақ сосын келе сана кіріп, өз отбасыңды, өзіңді материалдық тұрғыдан, басқа да тұрғыдан өз-өзіңді жөндемей, сен халыққа қалай көмектесесің, халыққа қалай қызмет атқарасың. Сол үшін, сол келгеннен кейін, ол кезде уже сана ақыл ес жиналып тоқтаған кезде де 24-25 жастамыз, сол кезде бизнесқа, кәсіпкерлікке кетуді таңдадым. Қазір тек қана кәсіпкерлік, сосын Алматы Әділет, сосын Ордабасы, сосын бокс. Кім сізге жылу? Қалай жылу? Кімге көбірек уақыт бөлгіңіз келеді? Кіммен қай жерде уақытыңызды өткізгіңіз келеді көбірек? Енді әрқайсысының өз орны, өзінің жауапкершілігі бар. Мысалы, кәсіпкерлікті мен бір ауыздан тастап кеттім деп айта алмаймын. Себебі бізде Қазақстан бойынша, Қазақстанның әртүрлі қалаларында әртүрлі өнеркәсіп орындары бар. Жаңағы производство дейміз ғой, заводтар бар. Енді ол жерде үлкен жауапкершілік, ол кәсіпкерлікті қазір тастап кете алмаймыз. Тастауға да болмайды. Біз енді
қайтсем халыққа көмектесем деген ой сол кішкентай кезімізден бір болған шығар, бірақ басында білмейтінмін что кәсіпкерлікпен де халыққа көмектесуге болатын. Бірақ негізі анығына қарап келген кезде кәсіпкерлікпен де халыққа, елге жақсы қызмет атқарса болады, себебі біз салық төлейміз, біз жаңа жұмыс орындарын ашамыз, жаңа өнеркәсіп тапсақ, одан да жаңа жұмыс орындарын ашамыз, халықты жұмыспен қамтимыз. Сол үшін ол кәсіпкерлік өте үлкен жауапкершілік. Ол әр адамның, әр біздің жұмыскердің өзінің отбасы бар. Сондықтан әр отбасы үшін де біздің де жауапкершілік бар. Сол үшін кәсіпорындарды тастамаймыз. Ол жерде үлкен ерекше жауапкершілік. Ол өзіме ұнайды, оны тастамаймын. Енді боксқа келетін болсақ, бокс ол ел алдында, халық алдында үлкен жауапкершілігіміз бар. Біз енді алдымызда келе жатқан үлкен Азияда турнирі бар. Осы қыркүйек айында басталады. Японияның Нагоя қаласында. Енді біздің боксшыларымыз өкінішке орай осы Азияда ойындарында 3 циклда алтын бермеген екен. Енді биыл үлкен жауапкершілік сәт біз үшін, біз Қазақстан Республикасының бокс федерациясы ретінде. Сондықтан біз биыл алтын медальды осы боксшыларымыз жеңіп алсын деп барлық Алла жаса, барлық керек жабдықтарын беріп, осыған қатты дайындалып жатырмыз. Және де бокс Қазақстан үшін өте ерекше спорт, өте маңызды спорт деп айтса болады. Руслан боксер. Иә. Жас кезде. Біздің боксшылардың спарринг партнері ғой. Көп жерде негізі. Күнде көрем Нұрбек, Айбекпен. Дайындаймын оларды. Айбек анау аса ауыр салмақта бокстасады ғой, аса ауыр салмақта қарсылас көп емес, сонымен осы Руслан Берденов ағасымен спарринг. Мен олардан сұрағам, реально Руслан в порядке деп. Реально дейді. Бізде Олимпиадаға дайындықта осы Айбек пен Нұрбекпен біз көп жасадық. Ол кезде мен депутаттым Астанада. Депутат тұруға болмайды шығар? Көп сын болды да, бағана айтады ғой журналистер, неге Айбектерге жазады, неге ағалармен спорт жасап жүрсіздер деп. Бірақ былайша айтқанда енді нәтиже көрсеткен сол Нұрбек болды ғой. Айбек емес, өкінішке орай. Айбекке айтты ғой спарринг партнерің слабый болды деп. Айбек негіз отты, енді ар жақта сәл басқа не болды, осы жолы болмады. Әділсіз судействие, әділетсіздік болды. Әділет сөзі. Әділетсіздік болды. Короче, мы технично с Дарханом сели по разные стороны стола, чтобы Русике захантить. Ну, мы понимаем, что он сейчас свободный агент, как говорят в футболе. Он сейчас не в республике, но это мы сейчас дойдем до туда. Но он и не в атлете, он нигде. И мы сейчас хотим вот потихоньку, наверное, даже этот подкаст создали, чтобы потихоньку Русике был с нами. Супер! И футбол, да? Футбол с недавних пор. Ну, жаңа да айтып отырып қой, ақырындап әділет деп. Негізі мәселе ода емес. Енді қазір жасымыз қанша 36-та, осы екен одан үлкенірек. Енді оқыдық, оқу бітірдік, сол жұмыс істедік, кәсіпкерлікте болдық. Ақыл сана, ой, енді жасымыз тура сондай жаста сияқты, халыққа да, елге де қызмет істеуге болатын. Қазір енді мен өзім президентіміздің жаңағы әділетті Қазақстан бағдарын толыққанды қолдаймын. Оған басты мысал ретінде айтсам болады, былтыр жаңағы сол реформалардың біреуі ретінде Қазақстандағы футбол клубтарын жекешелендіру және бәсекеге, осы спорт түрін бәсекелестігін арттыру үшін жекешелендіру бағдарын айтқан еді. Сол президентіміздің бастамасын қолдап, біз достарымыз болып Шахмұрат Мұталиптің атынан осы Шымкенттегі Ордабасы клубын өзімізге жекеменшікке шығардық. Сол үшін енді басында ойлаған едім, енді футболға 8 жасымнан жанкүйермін. Оны бәрі білетін шығар, бәріне де айтып жүр қой. Манчестер Юнайтедтің 8 жасымнан жанкүйермін, өзіме ұнайды. И әрдайым ойлайтын, неге біз осы шетелдік клубтарға жанкүйерміз? Мысалға Манчестер Юнайтед Стамбулда ойнаса, бәріміз тырысамыз баруға. Реал Мадрид келсе, бүкіл стадиондар толады Реал Мадридтің ойыны көру үшін. И сол кезде ойлайтын, біздің футболға не жетпейді? Негізі 20 миллион халық бар Қазақстанда. Футбол адам туа салған кезде 3-4 жасынан бастап әр бала доп тебеді. Боксқа бару үшін саған жаттықтырушы керек, залға бару керек, күреске бару керек, бару үшін де жаттықтырушы керек, залға бару керек. Футбол, әр аулада ойналатын футбол массовый, ең массовый спорт қой, әлемдегі ең мықты спорт. И бізге не жетіспейді? Мысалға халық саны аз дейін десек, Дортмундта 600 мың ғана тұрғын тұрады, бірақ
Дортмундский Боруссия десе бүкіл Бүкіл бәрі әлем біледі. біледі. Бәрі әлем біледі. Бізге не жетіспейді. Сол үшін бастап көрейік дедік осы футбол клубын. Енді келген кезде бәрі біраз критиковать еді, критиканың астына қалдық қой, қалай чемпион болады деп. Енді ол әр жарыстың менің ойымша сен чемпион боласың ба, болмайсың ба, бірақ Абай атамның сөзі бар ғой, болмасаң да ұқсап бақ деп. Бірақ біз чемпион болу үшін жарысқа қатыспасақ, не үшін жарысқа қатысамыз? Бәсекеге не үшін түсеміз деп, сонымен сол футбол өзіме ұнайды. Футболды жақсы көремін. Хобби ретінде деп айтса да болады, бірақ қазіргі таңда Ордабасы ол хобби емес, ол кәдімгі серьезный деймін ғой, аса бір маңызды ерекше жоба болып тұр. Қазақстанның футболы үшін, Қазақстанның футболының дамуы үшін мен және біздің командамыз ойыншылардан бастап, жаттықтырушылар болсын, жаңағы басшылық ұжым болсын, Шахмұрат Мұталип, бәріміз біз сенеміз осы Ордабасы арқылы сол Қазақстан футболының бір жаңаша серпін алып, басқаша дамуына біз өзіміздің бір үлесімізді қосып, соған түрткі болсақ деген ойымыз бар. Мен сезонның басында бір сторис салғам, бұл КПЛ-дің ең қызық жылы болады деп. Өйткені көп адамдар келді футболға. Мен ойлағам, шынымды айтсам, басқа клубтар Ордабасы сияқты тоже маркетинг жасайды. Қазір бірақ олар түсініп атқаным кіріп атыр, и только түсініп атыр. Сендер бейбіт екеулерін білмеймін қаншама ақша салып атсыңдар анаяққа. Бәрін істеп атсыңдар, бірақ Ордабасы результаты күшті. Қазір бірінші орында. Енді оны басында да осы футбол пабликтарында жаңағы подкастқа, интервьюға барған кезде айтып өттік. Енді әркімнен сұрасақ, мысалға Русекеден сұрасақ, ол айтуы мүмкін Қазақстан футбол қызық емес, скучно деп. И менің де мүмкін былтыр ғана бірақ ойынға барғаным бар. Оған дейін Қазақстан премьер-лигасын қарамаған едім. Себебі бізде ең бірінші маған ұнамайтын стадион бос. Бос стадионда футболшылар да дұрыс ойнамайды, дұрыс жүгірмейді. Себебі анау жаныңда болельшігің, жанкүйерің айғайлап, атыңды айтып боқтап тұрса, каждый ойыншыға да ол дополнительный импульс енгізі толчок қой. И сонымен бізде басты мақсат, біздің идеология ол футболға жанкүйерлер арқылы сұраныс жасау. Егер футболға, стадионға адам келетін болса, стадион толы болатын болса, ойыншылар да басқаша ойнайды, басқа серпінмен ойнайды. Біздің ойыншылардың мысалға үйде ойнайтын ойыны мен қонақта ойнайтын ойыны екі түрлі. Себебі үйде жанкүйерлер бар. И мен әр клубтың басты активі, басты байлығы ол оның аудиториясы, ол оның жанкүйерлері. Сол үшін бізге басты мақсат ол Ордабасы клубының жанкүйерлері неғұрлым көп болса, соғұрлым бізге жақсырақ. Сіз кішкентай кезіңізде Шымкентте өстіңіз. Қалада өстіңіз бе сіз? Иә, қалада өстім. Ордабасы. Бардыңыз ба? Стадионның тура қасында өстім. Қажымұқанның Да, стадион. Мен Қажымұқан стадионының қасында 112-ші квартал деген бар. Сол жерде өскем. Сол жерде спортпен шұғылдандық. Сол районда өстік біз. Вообще бардыңыз ба бір рет хотя бы? Футболға ма? Жоқ, именно стадионға қарауға. Иә, футболға. Көруге ма? Иә, көруге. Дархандарды алғаннан кейін? Жоқ. Кішкентай кезіңізде. Әрине, біз әр апта баратынбыз. Біз мен әкеммен, ағаммен біз әр апта барып, міндетті түрде стадионның алдында бағанағы кукурузамызды алып, қызық. сусындарымызды алып, сөйтіп барып көретінбіз. Ол кезде енді ол Ордабасы беркін келі, синтез болды оның аты, кейін Ордабасы. Сол үшін енді мен футболды жақсы көрем. Футболды ойнаймын. Мектеп үшін де, университет үшін де ойнадым. Әлі күнге шейін ойнаймыз футбол андасында. Бірақ енді қатты жанкүйер болдым деп айта алмаймын. Әрине Шымкенттік болғаннан кейін Шымкенттік клубқа жанкүйер боласың. КПЛ-да Ордабасы. Қалай? КПЛ-да Қазақстан премьер-лигасында кімгесіз? Әрине Ордабасы. Қайрат емес. Қайрат емес. Не үшін келіп отыр деп ойлайсың подкастқа? Әрине Ордабасы. Бірақ енді сөздің шыңы, қысқаша айтсақ, футболға жақсы көңіл бөлінбегеннен кейін, дұрыс қолға алынбағаннан кейін, оны көру де қызық емес. Мен шын мәнінде жігіттерге ризам, бейбіт болсын, Дархан болсын, шын ниетпен бар күшін салып, бір жағынан ұяласың. Алматының жігіттері Шымкенттің клубын көтеріп жатыр, бірақ ол бір жағынан да жақсы. Енді ол қалаларға бөлінбеуіміз керек. Неге Шымкенттің жігіттері мысалы басқа қаланың клубын алып көтермеске? Сол үшін жақсы деңгейді көрсетті. Қазіргі таңда мен енді сырттан да естимін. Басқа да достарым бар, клубтары бар. Олар да клубтар сатып алды. Олар бір бағдаршам ретінде қазір Ордабасын істеген жұмыстарына қарайды. Тимур үлкен жұмыс істеп жатыр. Тимур үлкен жұмыс жасап жатыр Шахтермен. Және де осы негізгі
менің ойымша енді президентіміздің да дұрыс шешімі осы клубтардың жекешелендірілуі. Себебі әр клуб қаланың бюджетінен үлкен ақша талап ететін. Қазіргі таңда енді осы клубтың жекешелендірілуі арқылы өзінің бір финансовый бір өзінің моделі пайда болды. Ары қарай мысалы қазір Ордабасының өзінде лық стадиондар тола. Ары қарай да бағанағы өздерінің бір жақсы жолына шығып кетеді деген ойдамын. Фан базасы болсын, формалары болсын, басқа да. Жақсы жұмыс жасалып жатыр. Футбол ретінде әрине Қазақстанда Ордабасы. Былай мен кішкентай кезімнен Реал Мадридке, Реал Мадридтің жанкүйерімін. Барлығының сұрағы бар ғой. Рональдо, Месси, кім? Рональдо. Месси емес. Сол үшін футбол жағынан солай. Енді қатты уақытын құртпаймын. Кішкентай кезде көп көретін, сөздің шыңы. Футбол қалдырмайтын. Түнде әйтеуір бір тауып алып барлығын көретін. Қазір еще сендер барлық ұлдар оқыдыңдар ғой иә, КТЛ-да. біз енді КТЛ-дың өзінде футболға өте бөлек бір өзінің көзқарасы бар. Азынан кешке шейін футбол, ең жақсы көретін ойын футбол. Сол үшін біз енді басқа мектептерге қарағанда да мысалы орташа оқушылардың футболға түсінігі, ойын деңгейі әлдеқайда жоғары. Сол үшін біз солай өстік. Енді бірақ соңғы кездері қатты ондай уақыт жоқ. 90 минут, 1,5-2 сағат футбол көретін. Бірақ осы жылы енді финалды көрдім. 90 минут бойы финалды көрдім. Испания-Аргентина. Иә, Испания-Аргентина матчын. Енді қалған 30 минуттың көре алмадыңыз ба? қайсысы? 120 минут болды емес пе финал? Да? Неге? Дұрыс. Дұрыс айтасың. Соны көріп, басқа енді неге уақыт болмады. Хайлайттарды көрем, солай қараймыз. Мектепте футбол ойнадыңыз, университетте футбол ойнадыңыз. Мектепте ойнадым, Универден кейін, универдің ішінде оқып жүргенде сіз уже жұмыс бастадыңыз, да? Жұмыс бастадық. Мен КИМЭП-тің атынан университеттер, студенттер арасында әлем чемпионатына да қатыстым. Футболдан, иә. Және де біздің университетіміздің ең үздік форварды болдым. Сол чемпионат мирада, сол әлем чемпионатында. Түсінік бар. Шатасып отырмын да, әділетке шақырамыз ба? Болса жоқ, Ордабасыға шақырамыз. Мен айттым ғой, Ордабасыдағы 9-шы номерді босатып қойыңыздар деп. Я все понял. Вот примерно вот такая карьерная лестница. КТЛ, универ, КИМЭП, потом предпринимательство, потом политика, и потом футболист обратно. Бізде қызығы, мен де Казгуда оқығам ғой. Казгу, одан кейін КИМЭП. КИМЭП магистратура. Иә, магистратурада оқыдым, иә. Біз қазір есіме түсіп отыр, жалпы Дарханмен қызық танысқанбыз біз. Сандықты ашамыз деп бір таныспадық па? Бірге ашамыз. Алматыда да сандық мейрамханасын біз Шымкентте аштық. Кейін Дарханмен танысып, осы Алматыда бір-екі жерге барып көрдік. Қазір есіме түсіп отыр. Біз біраз жерді қарастырып, Как раз сандықтың ішінде отырмыз. қазір сандықтың ішінде отырмыз. Ол кезде енді сандық бірден бір қазақша жоба болды ғой, керемет жоба. Бізде как раз жұмысты енді бастап, бір түріктермен жұмыс істеп, сонымен өзіміз бір завод ашайын деп жатқанда шетелден көп қонақтар келетін. Сол кезде қайда апарамыз деп өзімізге де сондай ойладық та, біздің өзіміздің традиционный кухня, керемет тамақпен, бешбармақпен, қуырдақпен, мындай жаңаша шықты ғой сандық. Сол кезде Шымкентте көріп, концепция сынап, осы Руслан ағамызға барған болатын сол кезде. Осының франшизасын Алматыда ашайық деп. Сонымен өкінішке орай болмай қалды, бірақ біз ойлағаннан да жақсы ашылды да сандық. Сол үшін қазір ризамыз. Жоқ, мен қарсы болмадым. Нелер келмеді ғой. Локация келмей қалды. Локациялар дұрыс келмеді. Біздің ой енді сәл басқаша еді, бірақ енді Аллаға шүкір. Біз ойлағаннан да жақсы бір мүмкіншілік болды. Осындай үлкен бір жеріміз ашылып, ары қарай да басқа да тек қана Қазақстан емес, басқа елдерде де ашылып жатыр. Мен подкаст жасаймын деп жатқанда, локация іздедік қой. Студияларда микрофон тұрады. Такой, давайте бір өзіміз отырып шай ішейік, как будто камералар жоқ, біз көп шай ішеміз ғой. Дарханмен, Русланмен.
и өте қызық әңгімелер болады. Сондай идея болды да. Сосын мен айтамын, давайте сандыке сделаем. Команда айтады, вы хотите Руслана пригласить в сандық? Мне кажется, Руслан же должен вас пригласить в сандық. Я говорю, без разницы. И мне самое легко было. Мне говорят, да, Руслан любит там это. Я такой, о, все хорошо. И вот это было удобство приглашать в сандық. Ну, классный круглый стол. Я понял про футбол, понял про все, что вы говорите. Но мне интересно, как Руслан, потому что я и Дархан, мы, наверное, даже не новички, мы только-только начинаем изучать. И то я не изучаю, это из-за Дархана я начал изучать. А Руслан пришел уже давно туда. И как вы решились вообще пойти в политику? Вы же занимаетесь бизнесом, довольно успешным. Сандық, Тара, Еврофарма, қазір Марвин, да? Көп қой әртүрлі проекттер. И сіз, Руслан Берденов, политикаға барасыз. Енді кішкентай кезден меніңше бұл тәрбие. Ең бастысы ата-ананың тәрбиесі әрқашанда бізге айтып тұратын. Тек қана өздеріңді емес, жан жағыңды ойлаңдар, туысқандарыңды ойлаңдар, жақындарыңды ойлаңдар. Одан кейін өздерің қалаларыңды, тұрған жерлеріңді, елдеріңді ойлаңдар деп. Әкемнің өзі де өмір бақи осы мемлекеттік қызметте жұмыс атқарды, әскери мемлекеттік қызметте. Кішкентайымнан қарап өзім таңсанатын, форма киет, галстук киет, костюм киет, өзіме де кішкентайдан бізге де үйретті сол киімді киюді кішкентайымыздан. Жақында да мен бір сурет салғам, мен сторисқа қойдым да, мен ағаммен жасымыз бір, менікі 8, ағамдікі 9-10-да, сол әкемізбен бірге барлығымыз костюм шалбарда, қателеспесем бір мейрамда ол енді, наурыз мейрамы маған есімде емес, біз костюм шалбармен тұрғанбыз. Сол кезде есіме түсті да, әкем әрқашан айтатын, ер жігіт әрқашанда таза жүру керек, әдемі киіну керек, бағанағы қолынан келсе костюм шалбармен жүру керек деп. Соны көргеннен кейін, енді мен мектеп бітірдім, мектеп бітіргенде де менің басты ойым академия КМБ-ға түсу болатын. Неге екенін білмеймін, өзімді сол жақта көрдім, академия КМБ-ға түсем, ары қарай КМБ осы ұлттық қауіпсіздік саласында жұмыс жасаймын, сол еліме қызмет қылам деп. Ол жаққа түстім де. Бірақ әкеммен ақылдастым. Әкем айтты, енді бір жанұяда бір жанпида жасайтын бір адам бар. Сен енді 5 жыл бағана, қазіргі бил ғой енді, білім инновация мектептері, бұрында КТЛ еді. Ол жерде интернат, біз интернатта оқып өстік. 5 жыл интернатта оқыдың. Қазір енді 5 жыл казармада тұрасың ба? Өміріңнің 10 жылы бағана интернатта өтеді, сол саған керек па? Балам қолынан келсе, енді дұрыс еліңе пайдалы болам десең, жұмыс жаса, бизнес жаса, басқа оқу орнын көрмейсің ба? Білімің бар, басқа жаққа түсе аласың деп сөйтіп ақылын айтты. Сол кезде ғана ойымды ауыстырдым. Одан кейін казуға түстім. Енді жұмыс істей келе, бағанағы мақсаттарды орындай келе, осы 2023 жылы Сырымбек бауырымыз, мен бұны айтқам көп подкасттарда да, сол да айтты, қазір осындай мүмкіншілік болып жатыр, балдармен қосылып бір партия ашамыз деген ойымыз бар, соған бірге партия ашсақ, бірге ары қарай қимылдасақ қалай ойлайсың деп. Мен енді басында жоқ дедім, шынымды айтсам, себебі мен өзімнің ойым, әр адам бір партия, ол бір мақсат емес, партияда болу, партияның мүшесінде болу, елге бір пайдасын тигізем деген адам, ол партияда болмай-ақ кәдімгі қарапайым жұмысшы елге үлкен пайдасын тигізе алады. Мен соны Сырымбекке айттым, бауырым рахмет, әрине ниетіңе рахмет. Сол үшін мен өзімнің ойым ары қарай өзімнің жолымен жүру. Кейін екінші рет келді, кейін жігіттермен тағы да бір отырдық. Айдарбек бар, Динара Шукижанова, Қуаныш Шонбай, одан кейін Нұрлан Қоянбаев қосылды. Бәріміз бір брейншторм жасадық, отырдық, ақылдастық. Сол кезде де Сырымбек айтты, міне қараш өзің. Барлығы өзіміз сияқты елін жақсы көретін жігіттер, елімізге осы бір жақсы бір өзгерістер алып келе алатын бір үміт бар, неге істемеске деп. Содан кейін жарайды деп бастадық, сайлау алды болды.
негізі ол өмірлік тәжірибе, жалпы ол өмірлік бір период маған үлкен бір тәжірибе берді. Сайлау алды, біз еш нәрсе білмейміз. 20 мың километр жүріп қайттық Қазақстан бойынша. Автобусқа отырдық та барлық өңірге бардық. Әртүрлі өңірлерде әртүрлі жағдайлар болды. Соларды көрдім. Мысалы, біз бір өңірге келдік, зал лық толы. Біз өзіміздің бағана жоспарымызды, сайлау алды программамызды айтып жатырмыз. Сол кезде біреу тұрып айтты, айналайын. Сол жергілікті жердің ақсақалы десек болады. Айналайындар, біз сөйлейтіндерді көп көрдік, бірақ істейтіндерді көрмедік. Осы уақытқа шейін осы жерге не істедіңдер, соны айтыңдаршы. Сендер қазір бізден дауысты алып кетесіңдер. Одан кейін болды, сендердің түрлеріңді де көрмейміз. Біз ондай адамдарды көп көрдік. Осы уақытқа шейін сендер не істедіңдер осы жерге деп сұрады. Одан кейін енді ұялдық, айтатын нәрсе жоқ. Ол ауылға, ол жергілікті жерге істеген нәрсеміз жоқ. Енді менің бар, жұмыс орны аштым, сол жерде, сол ауылда жұмыс орындары бар, бірақ бір мақтанарлықтай айтатын нәрсе емес. Барлығымыз үндемей қалдық, енді айта алмай. Сол кезде анау барлық халық айтты, енді бара беріңдер деді, сендерге ешқандай дауыс бермейміз. Сендер сол бұрынғылардың сол қатарындағы адамдарсыңдар деп. Сол жерде бір жігіт тұрып айтты: ассалаумағалейкум, қалай, мені танисыздар ғой? Я, әрине, сен барлығымыз танимыз, сен осы ауылдың ең бағана мықты жігітісің. Мен өзім осындай жердің баласымын, бұл ауылдың жігіті емеспін, бірақ сіздердің балдарыңызға ағылшын тілі мен математиканы тегін үйретіп жүрген мұғаліммін ғой, дұрыс па деді. Аналар: әрине, білеміз, сен былайша айтқанда красавчиксің деп сөйтіп жатты. Өйткені ол айтты, осы ағалар мен студент кезде мені қолдаған, мен бүкіл шығындарымды өтеген. Қазіргі таңда да осы ауылға жеріп, сен еш нәрсені ойлама, сенің шығындарыңды, айлығыңды біз өзіміз көтереміз. Сенің жұмысың ағылшын тілі мен математиканы сол ауылдың балдарына тегін үйрету. Осы ағалар маған көмек беріп жатқан. Сол үшін сіздер олай айтпаңыздар деді. Сол кезде барлығы бір ауыздан айтты, біз сіздерге дауысымызды береміз деп. Ондай енді көп бір жақсы әртүрлі оқиғалар болды. Атырауда қызық оқиға. Оны айта берсең бір кітап жазуға болады. Бізде балдармен де күліп айтамыз ғой, ол период жайында біз кейін бір кітап жазармыз. Себебі 20 мың километрде өткен көп нәрсе болды. Сол кезде мен көргенім, Атырауда мысалы мен тұрып, екі дардай жігіт, Атыраудың мықты жігіттері келіп, еңіреп жылады. Үлкен залда, бір қателеспесем 800-дей адам жиналған лық толы залда екі дардай жігіт келіп, еңіреп жылап тұрды. Неге? Лудомания. Сіздерден өтінеміз, осы лудоманияға қарсы бір нәрсе жасай аласыздар ма? Естеріңізде болса, Атырауда Өздері лудоман ба? Өздері лудоман, иә. Атырауда бір лото-клубты жаққан адам болды, естеріңізде ма? Өз-өзіне қол жұмсаған адам болды. Қаншама көп осындай жағдайлар болды. Олар жылап тұрды. Бұл ауру, біз өз-өзіміз тоқтата алмаймыз. Елдің барлығында жарнамасы, жұмыстар істеп жатыр. Қолдарыңыздан келсе осыған бір нәрсе жасаңыздаршы деп. Ол видеода бар менде. Екі жігіт еңіреп жылап тұрды. Сол кезде мен сөз бергем. Мен айттым: жігіттер, біз Алла қаласа өтіп жатсақ парламентке, мен сіздерге сөз берем дедім. Менің ең бірінші жасайтын жұмысым осы құмар ойындарына қарсы мен жұмысты жасаймын. Сол сөзді мен бердім. Енді ары қарай сайлау болды, не болды, біз өзіміз дауыс жинадық. 6 депутатымыз парламентке өтті. Және де менің ең бірінші депутаттық сауалым да лудоманияға қарсы болды. Былайша айтуға болады, ниет болса, дұрыс, еш тайынбайтын күш-жігер болса, көп нәрсені өзгертуге болады, істеуге де болады. Мысалы, ойын құмардың айналымы сол кезде де мен айтатын 3 триллион теңге деп, 6 миллиард доллар ғой. Ондай бизнес жоқ біздің Қазақстанда. Бірақ олардың айналымы сондай. Қаншалықты біздің қоғамға кіріп кеткен. Мен университеттерден де, көп университеттерге бардық, біз сол жерден сауалдама алдық. Университеттегі студенттердің 60%-нан көбі
өмірінде бір рет болсын бағанағы бас тіккен, ставка қойған, немесе ойнап жүрген адамдар. Яғни біздің студенттердің 60%-нан көбі лудоманиямен таныс. Ауырады да. Ауыратындар бар, таныс. Ол былай тұрсын қорқынышты статистика. Біздің мектептегі балдардың 30%-на жуығы ойын құмардың барлығы не екенін біледі. Сол үшін Олар ақшаны қайдан алады? Ұрлайды, бір жақтан былай табады. енді лудомандардың ең үлкен проблемасы олар өтірікті өте қатты сенімді соғады. Анам ракпен ауырып жатыр дейді, анау дейді, мынау дейді, әйелім өлейін деп жатыр. Олардың нелер сылтаулары бітпейді. Бірақ ең жаманы ол қоғамды уландырылуы ғой. Қоғамды қаншама, мысалы, мен статистикада бердім өзім деп сауалымда, жылына 2000-ға жуық адам өз-өзіне қол жұмсайды. Соның көбісі лудомандар. Және де енді осы тұрғыда мен айтқым келгені, біз партия ретінде болдық. Маған ешқашан бір партияның рейтингін көтеру деген мақсат болмады. Немесе партияда бір үлкен бір дәрежеде болу, үлкен бір мансап болу деген ешқашан ондай бір ниетім болмады. Менің ниетім осы мүмкіншілікті дұрыс пайдаланып, осы мүмкіншілікті дұрыс елімізге жақсы бір істер жасап кету. Себебі айтқанда еліміз бізге аманат. Біз Аллаға шүкір, тыныш заманда өмір сүріп жатырмыз. Соғысы жоқ. Біздің мойнымызға ондай жүк түсіп тұрған жоқ. Мысалы, қазір көріп жатырмыз ғой, басқада елдерде не болып жатыр. Біздің жастағы жігіттер не істеп жатыр? Қолына қару алып, елін қорғау үшін барын жасап, керек болса өмірін де беріп жатыр. Бізге, Құдайға шүкір, ондай жағдайымыз жоқ. Бізде барлығы тыныш. Және де осы тыныш замандағы біздің ең үлкен мақсатымыз осы елді бізге аманат ретінде қалдырып кетті ма, осыны ары қарай күшті қылып қалдырып кету. Күштірек қалдырып кету. Себебі ертең айтқандай бала шағамызға, ұрпақтарымызға біз дұрыс ашық бетімізбен, ашық жүзімізбен қарап, нақты айта алу керекпіз. Бізге берілген мүмкіншілікті біз дұрыс қолдандық, дұрыс пайдаландық деп. Ұлыңыз, қызыңыз келеді сізге 10-15 жылдан кейін. Әрине Сұрайды. сұрайды. Руслан, пап, не істедің сен? Тек қана менен емес, барлығымыздан сұрайды ғой. Дәке, сізден сұрайды. Дархан, пап, не істедің сен? Қоғам үшін ба? Мемлекетіміз үшін. Мемлекетіміз. Енді әртүрлі нәрсені жаңада Русеке де айтып отыр ғой. Әртүрлі заттар істеуге болады деп. Бірақ енді осы болды. Шілде айынан бастап мен Алматы қаласының саяси өміріне белсенді түрде атсалысам. Өзім айта кететін бір бөлейін. Мен шын мәнінде барлық өзімнің достарыма да, жігіттерге де, жастарға да, кәсіпкерлерге де айтам, саяси белсенді болыңдар. Неге? Себебі біз бұны жасамасақ, біз үшін басқа біреу оны жасайды. Просто менің ойымша, сіз оны айттыңыз маған бір 5 жыл бұрын. Сырымбек айтты, тоже там Бейбіт айтты. Сіздер жасай берсеңдерші. Енді сендер білесіңдер, біз жаңа ғана ақша тауып бастадық. Енді қазір еще политикаға барсақ, вообще бизнесіміз жыртылып, анау-мынау. Жоқ, вот мана Дархан айтып жатыр, мен бір жағынан ризашылығым қазіргі жастардың бір саяси белсенділігі оянды. Оянып, олар өздерінің бүкіл белсенділігін тек қана сөзбен емес, іс-әрекетпен жасап жатыр. Мысалы, мен де Дарханмен бір сөйлескен кезде осы олды айтқан, осы Әділет партиясы. Мен айттым, өте дұрыс. Өте дұрыс. Себебі оны сендер сияқты жігіттер жасамаса, басқа кім жасайды? Сырымбек әрқашанда айтады, Сырымбек бауырымыз, досымыз, өзіңді түзе, енді қазақтың сөзі ғой. Өзіңді түзе, Шәкәрім. төріңді түзе, одан кейін еліңді түзе деген сияқты. Бұл жердегі принцип, сен өзіңді түзеп, төріңді түзеп, одан кейін еліңді түземесең қалған болмайды. Сен өзіңді түземей, төріңді түземей, еліңді түзейін десең, ол да болмайды, ол өтірік. Сол үшін тек қана елдің мүддесіне, елдің
қамын ойлайтын жігіттер, аш емес жігіттер, өздерінің мақсаттарына жеткен жігіттер, солар айналысса, оның пайдасы да, оның эффектісі да, импульсі да жақсырақ, көбірек болады. Олардың КПД-лары уже жақсы ғой. Әрине. Өздеріне бірдеңке жасады, бизнестарына жасады, енді саяси өмірде жасады. Оны біз мысалы мәжілісте де көрдік. Мысалы, былайша қазақ бала айтады, аш бала тоқ баламен ойнамайды деген сияқты. Оның да мағыналары, бізде мағынаны ауыстырып айтады. Аш бала тоқ баламен ойнамайды. Оны бір жаман мағынада айтады да. Негізі тоқ бала, терең мағынасы. оның басқа бір мағынасы бар. Тоқ бала ол өзінің бір қажеттіліктеріне жетеді де, ары қарай қоғамға жұмыс жасайды. Біз енді оны анық көрдік. Себебі бізде енді көбісі кәсіпкерлер болғаннан кейін партиямызда кезінде бізге оңайырақ болды. Көп нәрсені дұрысырақ жасауға, көп нәрсеге бір қарамауға. Мысалы, біз ашық бастаған кезде де ол бір популистік бір не емес. Біз көбісіміз партияда мысалы айттық, бізге айлық керек емес. Біз айлықтан бас тартамыз. Мысалы, Америкадағыдай біз $1 айлық қоя алсақ, біз қоя алатын едік. Бірақ заң бойынша ондай мүмкіншілік жоқ. Сол үшін біз енді ашық айттық, біз түскен айлығымызды әртүрлі қайырымдылық фондтарға береміз деп. Оның енді бір отчетін жасап, ондай қажет емес, себебі біз айттық, оны жасадық. Сол үшін қазіргі таңда осы саяси науқанда мен қарап жатырмын, әсіресе осы сендер сияқты кәсіпкер жігіттер осыған кірісіп жасап жатқаны, ол үлкен жақсы бір нәрсе. Және де соны айтқым келді, сол үшін сөз болды. Енді мен қосар болсам, мен 90-шы жыл туылдым. Біздің тәуелсіздігімізбен құрдаспыз ғой. Қазір жасымыз 36-та. Енді біз де өз атымыздан бір нәрсе қоспасақ, мен айтпаймын, мен бір нәрсені өзгертем деп. Бірақ Әділет партиясының жаңағы қағидаттары, идеологиясы менің ішкі өзінің философияма да келеді. Ол әділдік, ашық бәсеке, даже спортта да ашық бәсеке. Жаңа атап өткендей президентімізге мың алғыс, осындай жаңа реформалардың арқасында футбол жеке қолға өтіп жатыр. Футболдың арқасында біраз заттар дамиды, оған кәміл сенеміз, болашақта көре жатармыз. Балам келсе, кейін болашақта қызым болсын, ұлым болсын, әке сен не істедің дегенде, мен осы Әділет партиясы құрылып, жаңаша реформалар, жаңа Қазақстанның саяси науқанында жаңа тарих ашылып жатқан кезде, осы Әділет партиясының ең басында бірінші қатарында болдық. Бірінші қатарында өз үлесімді қостым. Осы Қазақстанның халықтың әл-ауқатының түзелуіне, жаңағы әділетті Қазақстанның құрылуына мен де бір өз үлесімді қостым деп айта алу үшін және де белсенділік танытып, осы қала өмірінің, қаланың өзгергеніне, бүкіл халықтың өзгергеніне, спорттың өзгергеніне, барлық жердің өзгергеніне өз үлесімді қостым деп айтатын шығармыз енді. Бір Алла біледі оны. Сізбен жақыныз Дархан. Біз не істей аламыз? Біз нені өзгерте аламыз? Вот Руслан, сіз не өзгерттіңіз деуге болады? Лудомания, окей, түсінікті. Біз не өзгерте аламыз? Сіз біздің орнымызда болсаңыз. Мәселе көп, енді оны өзгертетін сұрақ көп қой. Біз бизнестағы адамдармыз, бизнеста болған адамдармыз. Біз былайша айтқанда бір сандарға да қарау керек. Біз қазіргі таңда естеріңізде болса 20-30 деген бір стратегия болды ғой кезінде, Қазақстанның 50 дамыған елдің ішіне кіруге. Мысалы, біз қазіргі таңда сол көрсеткішке жеттік. 50 қатарда? Біз 300 миллиард жалпы ішкі өніміміз бар. Біз қазір 50-ші орында тұрмыз да, енді орташаны қарасаң. Бірақ бүкіл проблема шешілді ме? Жоқ. Шешілмеді. Өкінішті бір статистика бар. 9,2 миллион жұмыс жасайтын адам бар бізде, елімізде. Солардың 25 триллион кредиті бар. Былайша айтқанда ойланатын нәрсе да. 25 триллион деген нәрсе ол Қазақстанның бір жылдық бюджеті. Мен өзім мәжілісте қаржы және бюджет комитетінде болдым да. Сол үшін біз осы нәрселерді күніге көріп отырдық. 25 триллион деген... Ол азайып жатыр ма, көбейіп жатыр ма? Көбейіп жатыр. Неге халық кредитті? Сол мәселе шешілді ма деген, халық бай болды ма одан? 30 елдің қатарына кірдік. Халық байып кетті ма? Сұрақ көп. Мәселелердің барлығы шешілді ма? Сұрақ көп.
Сол үшін мәселе көп шешілетін. Мысалы, Қазақстанның өзінің жалпы ішкі өнімін айтып кеттік 300 миллиард. Экспортын айтатын болсақ, енді қазіргі таңда бір 80 миллиардқа жақын доллармен. Импортын айтатын болсақ, бір 64-65 миллиард импорты бар. Цифрамен қарайтын болсаң, сальдомыз, положительный сальдо, барлығы дұрыс деп айтады. Бірақ енді төбеден қарайтын болсақ, біздің экспортымыз бүкіл дүниежүзілік экспортпен санайтын болсақ, енді әлемдік картаны алып қараңыз, әр елдің өзінің экспортымен салыстыратын болсақ, Қазақстанның экспорты бүкіл дүниемен салыстыратын болсақ, 0,3%. 0,3%. Менде ол картада бар. Біз қарағанбыз, мысалы, Америка болсын, ақш болсын, Қытай болсын, өте үлкен мынандай өздерінің нелері бар. Арағыдай кішкентай елдер бет, кішкентай болып бара береді. Қазақстанның экспорттық мөлшері бір нүкте ғой мынандай, 0,3. Сол үшін бұл бізде енді глобалдықты, алдымызда тұрған глобалдық бір үлкен мақсаттарымыз да болу керек. Біз 30 елге кірдік деп, бүкіл мәселе шешілді деген нәрсе де жоқ. Мәселе өте көп шешілетін елімізде. Әр біріміз 10 проблемадан алсақ та қазір бітпеген мәселелер болуы мүмкін. Сол үшін айтып жатырмын ғой, жастардың, жас буынның жұмысты жақсы түсінетін, өздері үлкен бір дәрежедегі бизнес жасап, үлкен бір деңгейде бір үлкен жетістікке жеткен жігіттер саясатқа араласатын болса, бүкіл осы жұмысқа араласатын болса, тезірек қимылдаймыз. Меніңше, президентіміздің да саясаты осы. Мысалы, қазіргі таңда құрылтайда тек қана жастардың болуы. Мен қарап шықтым, мысалы, идеясы мықты. Идеяның Бірақ өзі. реализациясы қалай істейміз? Мынау бұрынғы мәжілістің құрамы бар. Ол жерден, мысалы, мен қарап шықтым, сіздерде бір 20-25 адам келген бұрынғы мәжілістен. Қазір 186 адам, мысалы, Әділет партиясының тізімінде 186 адам бар. Содан келген 25 адам бұрынғыдан. Қалғаның барлығы жаңа буын, жаңа адамдар. Және де ол, меніңше, ол жақсы тренд. Бұл жаңа партия, бұл әділет. Енді мен енді әділеттің ішінде қазіргі көп өзімді таныстарым, сендерден бөлек, басқа да жігіттерді көріп жүрмін. Нұржан бар ғой. Нұржан Ниязыбек біздің бар. Басқа да, мысалы, Бекжан деген жігіт бар. Жақсы, мысалы, шетелді көрген. Бекжанның өзі, мысалы, Колумбийский университет бітірген. Басқа да жас жігіттер, Рауан болсын. Көп жігіттер танимын. Олардың барлығының осы саяси белсенділікті өздері арттырып жүргеніне мен шынымды айтсам бір қуаныштымын. Біздегі енді үлкен проблема, кейбіреулер тек қана мемлекетке қызмет жасауды бір партиямен байлап қояды. Ол қате ұғым. Бір партияға байлап қоюдың қажеті жоқ. Неге партияға? Бізде, по-моему, керісінше мемлекетке қызмет жасауды мемлекеттік қызметке байлап қояды. Жоқ, енді мемлекеттік қызметке байлайды, немесе халықтың кейбір ұғымдарын айтып жатырмын ғой. Қандай да партия қызмет жасасын, бірақ қызмет жасасын елге. Ол әділет болсын, республика болсын, басқа партия болсын, бірақ шын мәнінде қызмет жасасын. Мысалы, бұрынғы мәжілісті қарайтын болсақ, 20 жыл отырған депутаттар бар. Бірде-бір дұрыс заң шығармаған. Ондай да депутаттарды көрдік, мысалы, ондайлар да бар. Ал бізде ондайға уақыт жоқ. Қазіргі таңда біз бүйтіп тоқтап тұрып, басқа елдердің даму жағын қарайтын болсақ, қалайша дамып жатыр. Бізде бір қызық статистикада, мысалы, Эстонияның өзінің жалпы ішкі өнімі адам басына шығатын болсақ $30,000. Бізден 2 есе үлкен да. Эстония. Былай қарасаң, Эстония. Былайша айтсаң, ешқандай байлығы да жоқ, несі да жоқ, кішкентай бір мемлекет. Бірақ жалпы ішкі өнімі бізден 2 есе үлкен адам басына шаққанда. Былайша айтқанда, у них люди эффективнее 2 раза, чем мы. А бізде, мысалы, $15,000. Осыны біз қалай көтеруіміз керек? Экономикамыз қалай көтеру керек? Қазақстанның проблемасында, экономиканың проблемасында бұл ақша жоқ, ондай емес. Біздің экономикадағы проблема бұл дұрыс кадрлармен, бұл жауапкершілік. Көп адам өзінің мойнына жауапкершілік алғысы келмейді. Біздің ең үлкен проблема осы. Жауапкершілік деген ол не? Ол тек қана бір үлкен лауазымда отырған адам бір шешім қабылдау емес.
жауапкершілік деген нәрсе көшеде кетіп бара жатқан кезде бір қоқысты көрсең, соны алып қоқысқа лақтыру, соның өзі жауапкершілік. Сондай қоғам болған кезде ғана ел дамиды. Және де барлығымыздың жұмысымыз да, барлығымыздың мақсатымыз да осы болуы қажет. Әрбір мысалы қызметте отырған адам мемлекеттік бюджетке ол халықтың тиындап жиналған ақшасы ретінде қарайтын болса, сол бюджетті дұрыс қолданатын болса, сол кезде ғана дұрыс шешімдер қабылданады. Және де жауапкершіліктен қорықпау керек. Мысалы, президент те көп айтады өзінің нелерінде, жолдауларында. Қазір жауапкершілігі алып үлкен инфрақұрылым жобаларын жасамасақ, жылдан жылға бізде баға өсе береді. Баға тоқтап жатқан жоқ. Бүгінгі ақша ертеңге қарағанда ол болып кетеді несі. Надо открывать побольше производств. Производство, инфраструктуры и так далее. Енді бізде қазір қайтадан мен енді обратно цифры, да? Посмотрим бюджет Казахстана 20, қазір енді көбірек 27 триллион. Сіз финансист қой. 27 триллион, да? Оның қарайтын болсақ, шығындарының бір 90-92% ол шығын бізде. Ол дамуға кетіп жатқан жоқ. Қалғаны бағана бір 8-10% ғана бір дамуға кетіп жатыр. Сол үшін біздің енді қазіргі жас буын, елді, шет елді көрген, жаңа жұмыс орындарын ашқан, экономиканы дұрыс түсінетін, жүйені дұрыс түсінетін, жаңа көзбен осындай адамдар керек. Жоқ, сіз айтасыз керек. Мен Біз не істей аламыз деп отырсың. не істей аламыз бір, екі. Вот я как простой житель хочу быстрых изменений. И я смотрю со стороны, и мое ощущение, что изменения идут. Вот я замечаю их в Алмате сейчас, да, но я не замечаю изменений вот такие кардинальные. Я где-то заблуждаюсь в этих изменениях или что, потому что вы же работали в политике, вы же понимаете примерно. Вот Дархан, я знаю его, он активатор, он если приходит в Ордабасы, он говорит, мне надо стать чемпионом в первый сезон. Возможно, это слишком, да, но вот за счет таких же активаторов все это происходит. И я хотел бы, чтобы, ну, я не знаю, каждый депутат был активатором, каждый министр, каждый аким был активатором, да? Сол үшін, смотрите, становление страны, построить страну, это марафон. Это марафон, это дальняя дистанция, а не спринт. Спринт, мысалы, Дархан пришел, Ордабасы увидел, он увидел потенциал. Он посмотрел риски, он посмотрел потенциал, смотрит свой состав, да, у него там скамейка запасных хорошая, хорошие форварды, у них финансовые возможности есть купить хороших игроков, он видит, у него есть хороший маркетинг, у него есть там Бейбет Алибеков, там ребята, которые поддерживают и так далее. И он объективно говорит, я могу за сезон стать чемпионом. Он может сделать спринт, плюс он же еще делает марафон в виде стадиона и марафон, академии, да? Вот, как раз таки я к этому иду. А марафон для Дархана это что? Это построить в Чимкенте большой стадион на 60 тысяч зрителей. Это построить рядом академию. И с академией выращивать уже своих игроков. Дальше делать трансферы. Вот это все, это марафон. Енді мемлекетке келетін. Мы все хотим... Вот спринтерді айтыңызшы, марафон. Мы хотим быстрые изменения. Быстро все. Спринт, да. Я вообще планировал, что мы вот с Дарханом в атлет вступим, что-то сделаем правильно и начнем правильно делать, и это будет откликаться у людей. Знаете, вот проблема, человек, который работал и в бизнесе, и работает в политике, ну, как, не в политике, а и в политике я работал, и мемлекеттік қызметтегі. Кейбір шешімдер бизнестағы, ол пайда үшін, дұрыс қой? Мы отвечаем перед собой, перед акционерами. Наша главная цель – это заработать деньги. Бірақ ол әлеуметтік қоғам үшін ол шешімдер дұрыс болмауы мүмкін. Бизнестағы шешімдердің барлығын алып, мемлекеттік қызметке қол қойсаң, көп қатеге ұшырайсың. Біздің проблема, жалпы қоғамдағы проблема, бағанағы бизнес пен мемлекеттік қызметті бірдей дұрыс түсінетін адамдар болу керек. Тек қана мемлекеттік қызметте де проблема көп бізде. Оны айта берсең көп, оны айтудың қажет жоқ. Бизнестің де өзінің проблемалары бар. Бізге екеуін дұрыс ұштастыра білетін адамдар қажет. Екеуін дұрыс түсінетін, бизнес жағынан жақсы нәрсені алып мемлекеттік қызметке
енгізе алатын. Мемлекеттік қызметте де жақсы нәрселер бар. Мысалы, дисциплина. Мен сіздер енді көрсеңіздер, қаншама жігіттер жүр. Мен барлығын айтпаймын, бірақ көп адамдар бар, шын ниетпен азында тұрып, мен еліме қызмет жасаймын деп, кішкентай айлыққа, ешқандай графигі жоқ, суббота күнді жұмыс, кей кезде воскресенье күнді жұмыс, жексенбі күнді жұмысқа шығатын жігіттер бар. Еш нәрсесін аямай, бала шағасын көрмей жүрген өте көп мемлекеттік қызметтегі адамдар бар. Енді біздің қоғамда бір қате ұғым бар ғой, мемлекеттік қызметтегі адам болса, ол бір сол парақор, ондай емес, барлығы ондай емес. Қаншама көп адамдар ол бір дисциплина, да? Сол үшін бізге елді соғу үшін ол марафон, ол біздің инфрақұрылымдық үлкен жобаларды оны бір жылда, мысалы, Алматыны мысал ретінде айтатын болсақ, неге бағанағы ЛРТ тез соғып тастамайсыңдар? Неге неғып жерді қазып ЛРТ соғып жатсыңдар? Неге метро соқпайсыңдар дейді. Енді экономически қарайықшы, 30 жылда Алматы 13 километр метро соқты. 30 жылда Шанхай 800 километр метро соқты. 800. Біз 13. Себебі көп. Бірінші себебі Алматыда біздің жеріміз қиын. Тас өте көп. Оның соғуы, оның жылдамдығы өте баяу. Оңай емес. Және де метроның біздегі бағасы, енді орташа бағасын айтайын мен, 100-120 миллион доллар 1 километріне. Ал метроның 1 километрге бағасы 10-15 миллион доллар. Енді екеуін салыстыра аласың ба? Екеуі ешқалай салыстыра алмайды. Оны көп адам түсіне бермейді. Сен оны айтасың ғой, енді біз метро әрине барлығына жақсы метро соғу. Тез соғылатын болса, арзан соғылатын болса, неге метро соғылмасқа? Бірақ неге ЛРТ? Ол арзан, ол қайтадан халық айтады, это трамвай, ондай емес. Бұрынғы трамвайлардың жүруі де, адамның сыйымдылығы жағынан да өте аз еді. Ал қазіргі жаңа ЛРТ-лардың деңгейі басқа, адам сыйымдылығы басқа. Сол сияқты нәрселер, мысалы, оған уақыт керек. Көбісі былай айтады, азында тұрамда өзгерісті көргім келеді. Мүмкін емес. Гүл ағаштың егуінің өзі білесіз ғой, сезон ғой. Мен бүгін, мысалы, ағаш егіп қояйын, ол бүгін гүлдемейді. Оның өзінің бір сезоны бар гүлдейтін. Сол үшін енді шыдау керек. Суғарып жатырмыз ба біз? Суғарып жатырмыз. Проблема жоқ емес, проблема әрине бар. Мен барлық жақта енді бұл адам болғаннан кейін әр жерде өзінің әртүрлі проблемалары бар. Адами фактор барлық жерде бар. Жалпылама айтқан кезде өзгерістер бар ма? Өзгерістер жақсы, позитивті өзгерістер бар. Өте көп үлкен, мысалы, парктар, скверлер ашылып жатыр. Қаншама жұмыстар. Біз шыдауымыз керек. Кейбір нәрселерге шыдауымыз керек. Себебі оны жөндеу үшін ол жұмыс өту керек. Оны біз ертеңге қалдырып қойсақ, одан бетер проблема болады. Сол үшін қаланы да соғу, мемлекетті де соғу, ол үлкен жол. Бірақ сол үлкен жолға дұрыс атлеттер керек та. Сол жолды өте білетін. Себебі барлығымыз спортта жүрген адамбыз. Спринтті көп адам жүгіре алады 100 метрді. Ал бірақ 10 километрді көбісі жүгіре алмайды. 20 километрді одан да азы жүгіре. 42 километрді, 42-де 2 километр марафонды өте аз адам жүгіреді. Бізге сол 42-де 2 километр жүгіретін, ортасында шаршап қалмайтын, дұрыс шешім қабылдайтын адамдар керек. Біздің мақсатымыз. Если что, мен Ironman жасағам. Руслан, сіз жасадыңыз ғой, да? Мен жасамадым дейсің. Дәке, мен өзгерте аламыз. Мысалға мен 2009 жылы ақш-қа бірінші шықтым Қазақстаннан. Кәдімгідей вау эффект болды. Тогда у нас даже Макдональдса, наверное, не было в 2009 году, никакого фастфуда, ничего. И біз шетелге шықтық, Қазақстан мен ақш-тың айырмашылығы жер мен көктей болды 2009 жылы. 2009 жылдан қазір, мысалға 2026-та отырмыз. Қазір ақш пен Қазақстанның арасында мен үшін бір тіл, жаңағы үлкен мұнаралар, сосын экономикасы енді сәл басқашалау, бірақ маған өзіме Қазақстанда жақсы. Маған Қазақстанда комфортно дейміз, Қазақстанда өзімді еркін сезінем, себебі бұл менің туған жерім, туған халқым, туған елім. Енді ер айналып елін табады, ат айналып қазығын табады дейді, сол сияқты маған комфортно бұл жерде жақсы. Және соңғы кездерде жаңағы айтып отырық қой, көп үрдіс, көп өзгерістер болып жатыр. Алматы қаласын қарайтын болсақ, қаншама газ
Русекең айтқандай қаншама парк, қаншама сквер. Алматылық ретінде мен қуанам Алматыға қарап. Жаңа Skytrain, LRT. қатты ұнап отыр Алматы қазір. Иә, LRT, Skytrain, жаңа жобалармен мысалға қала әкімі қазір үлкен жауапкершілік алып, осындай керемет үлкен жобаларды жасауда. Иә, әрине халық кейбіреу түсінбеуі мүмкін. Иә, бірақ бізге действительно шыдам керек. Бірақ олар біткеннен кейін халықтың жағдайы одан да қаланың әдемілігі де экологиясы да көп сұрақтарды шешілетін жобалар да. Сол үшін біз оны қолдау керекпіз, біз шыдау керекпіз. Ал не істей аламыз, не өзгерте аламыз дегенде жаңа үрдістер өте көп. Көп өзгерістер болып жатыр. 2009-дан кейін 2014-те бітірдік. 2014-тен бастап мен өзім, жаңағы достарым бар, Құдірет бар, Шахмұрат, біз бизнеста жүрген кезде мемлекеттің әртүрлі даму үрдісінде болдық деп есептесем болады. Себебі қазіргі таңда ең керемет, ең қолайлы кез, және де біздің жасымыз да соған сай, және де саяси науқанда да жаңа партия пайда болды, жаңа қағидалар пайда болып жатыр. Енді оны біз қолдап, өзіміз соған бір нәрсені өзгертпесек те, бірақ өзіміздің үлесімізді қосуымыз керек. Себебі қазір сен мысалға гүл бизнесінде жүрсің, саған ешкім кедергі келтірмейді ғой, гүл бизнесін тартып алып, гүл бизнесін істемей, или саған ерекше салық қойып, ондай жоқ. Бізде де сондай завод, фабрикалар бар, құрылыс компаниялары бар. Соңына келгенде футбол бар. Футболда мысалға президентіміздің бастамасы, маған жаңағы спринт, марафон деп айтып жатырмыз ғой. Менде сәл басқаша қағида. Себебі менің де ойымда жаңағы жанкүйер болғаннан кейін мен футболды сол нарыққа жіберу керек, бәсекелестікке, коммерциализандыруды қолдайтын. Енді президент ондай бастама жасады, маған сол бастаманы қолдайтын адам ретінде ол Ордабасы чемпион болу керек деген идея. Себебі сол бастама, сол идея дұрыс екенін дәлелдеу үшін біз алған клуб, жекешелендірген клуб, ол жақсы результат, жақсы нәтиже көрсету керек. Сонда басқа да инвесторлар, басқа да клубтарды алады. Соны мен дәлелдеуім керек деген өз-өзіме қойған мақсат, импульс. Себебі бұл қағида президенттің бастаған қағидасын, оны мен 100% қолдаймын, өте дұрыс шешім деп есептеймін. Сол үшін мен нәтижені дұрыс көрсетуім керек. Ал бизнес саласында да мен қазір завод ашам десем, маған ешкім кедергі жасамайды. Наоборот, мемлекет БРК-ға бар, анда бар, мында бар, өте көп инструменттер бар. Енді мына саяси партияда болғанда мен толыққанды мен саясаткер, мемлекетке қызмет атқарам деп айта алмаймын. Партия, менің ойымша, Алматы қаласының партиясында болған кейін біз ол қаланың жаңағы саяси өміріне белсенді атсалысу. Мысалға, ЛРТ болсын, жаңа парк, сквер болсын, жаңа заттар салынып жатыр. Оған неге халық шыдамау керек? Оған шыдау керек, себебі ол заттар халықтың игілігі үшін жасалып жатыр. Болашақта одан біз пайдасы болмаса да бізге осы жерде өмір сүру, біздің бала-шағамызға өмір сүру өте қолайлы, пайдалы болады. Партияға не үшін кірдік? Партияда не өзгерте аламыз? Жаңа сұрап жатсың, бала-шағаң сенен сұраса не істедің деп. Не істегенде біз, егер біздің бала-шағамыз 10-20 жылдан келіп бізден сондай сұрақ қоя алатындай бақытты болса, біз соған үлес қостық. Себебі мен өзім Қазақстанда өстім, айтып отырмын, Америкада болдым, Европада тұрдым, бірақ Қазақстан қолайлы, себебі туған жерім, туған елім маған осы жерде күшті. Мен қалаймын, менің мақсатым, менің бала-шағам да осы Қазақстанда мен сияқты бақытты, менен де бақытты өмір сүрсін. Егер солай сұрақ қойып келетін болса, әрине, сенің бақытты өмір сүруіңе осы жерде мен кезінде өз үлесімді қосқам деп айта алатындай болғым келеді. Осындай болашақтар бәрі келсе ғой. Келеді ғой. Бізде бала-шағамыз армандайтын, өмір сүруге армандайтын бір ел болу керек қой. Билет алып, басқа жаққа көшетін емес, осы жерде тұрамын деген армандайтын бір ел болу керек. Сол үшін мен өзімде у меня был период, бір көшем деген. Сол кезде біраз шетелді көрдім, бірақ айналып келгенде айтам да. Басқа елді дамытқанша. Өз елімізді басқа елге өзіміздің потенциалымызды бергенше, неге өз елімізді дамытпасқа? Өз елің дамып, өте керемет деңгейге жетсе, басқа мәселе. Басқа жерге бар, басқа елді дамыт, бірақ өз елің әлі қазір туризм жақсы кадрларда, жақсы бағанағы нелерде, инициативаларда әлі де біз мұқтажбыз. Соның барлығын біз реттейтін болсақ, ары қарай ол біздің мойнымызға қалған борышымыз да. Енді сіздер мысалы қазір енді бастап жатсыздар бағанағы саяси жолды. Әрбіріміздің парызымыз, ол біздің парызымыз, біздің жастарға, біздің артымыздан еріп келе жатқан адамдарға осыны дұрыс түсіндіріп кету.
мысалы жақсы саясаткердің артынан бір ескерткіштер қалмайды. Жақсы саясаткердің артынан жақсы адамдар қалады. Біздің мақсатымыз адам қалдыру болу керек та. Ескерткіш көрдік қой қаншама ескерткіштер, олар барлығы уақытша. Жақсы саясаткер дұрыс адамдар қалдырады, дұрыс адамдар дұрыс қоғамды қалыптастырады. Біздің әрбір саясаткердің басты мақсаты осы болу керек деп ойлаймын. Мұра. Енді бізде халықта енді қазір көбірек сөйлесе, енді бұрыннан білеміз ғой, өзімнің де сондай болған шығар, менсіз ақ дауыс беретіндер бар ғой, менсіз ақ дауыс береді. Мен 2 апта бұрын солай ойлаған. Бірақ енді сен сөйтіп ойласаң, мен сөйтіп ойласам, сенің айналаңдағы достарың сөйтіп ойласа, менің айналамдағы достарым сөйтіп ойласа, Русекең айналаңдағы достары сөйтіп ойласа, сонда кім ойлайды? Сонда ары қарай осы белсенді атсалысу, бір өзіміздің бір мемлекетке, халыққа деген дамуына үлесімізді қоспасақ, онда бәрі сондай эффект домино болып ешкім сондай саяси науқанға ештеңкеге араласпайды. Сол үшін біздің жасымыз келіп тұр, біз шарықтау шекке жетіп тұрық, сол үшін біз өз үлесімізді қосу керекпіз. Біз мемлекетке президентіміздің бағдарын қолдап, себебі ешқандай кемшілік жоқ деп ойлаймын мен. Бір футболдың өзін айтайық, өнеркәсіпті айтайық, мысалға завод ашқың келеді, даже салықтан да льготалар бар ғой. Неде бар, әділетті бәсекеге қазір көңіл аударылып жатыр. Мысалға Әділет партиясына кірдім, ең бірінші көтерген сұрағым не болды? Біз спорт... Сіз тыңдасаңыз, как раз әділет туралы. Спорттамыз ғой, федерациядамыз. Кешеде Нұржан Әділет партиясының несін тастап кетті да, сайлап алды. Бағдарламасын. Қазір екінші прогресс. Мен оқимын. Мен оған да сөз бердім. Жоқ, мен мысалға танысам деп. Келдім, маған не үшін вот зацепило дейді ғой. Әділет партиясына шешім қабылдадым, келдім, енді жағдай болып тұрса, неге кірмеске, неге өз-өзімді көрсетпеске емес, енді өз-өзімді көрсеткім келіп тұрған жоқ, мен де өз үлесімді қосқым келіп тұр да. И спортта болған кейін, спорт менеджментында, федерация болсын, Ордабасы клубында болсын, біраз сұрақтар бар. Сонымен центральный аппаратқа көтердік. Может, жаңағы деловой совет нетіп жатыр, құрастырылып жатыр, креативный совет құрастырылып жатыр. Неге осы спортивный менеджерлер арасында совет құрастырамыз деп. Сонымен қабылданды. Спорт менеджерлер арасында совет құрылды. Осы айдың 13-інде мысалға форум болайын деп жатыр спорт менеджерлерінің арасында. Қалай сенбеске, неге сенбеске? Біз бәріміз бірлесіп сену керекпіз. Ең басты мәселе ол ауызбіршілікте ғой. Қазір мысалға керемет жаңа өзгерістер болып жатыр. Одан да жақсы өзгертеміз, жақсартамыз деп жатыр. Оған біз ауызбіршілікпен бірге соған ат салысып қосылсақ, неге өзгермейді? Әрине өзгереді. Ал егер біз үйде жатып, өзгертетіндер өздері өзгертіп алсын деп отырсақ, онда ештеңке де өзгермейді. Сол үшін біз ауызбіршілікпен бәріміз оған өз үлесімізді қосып ат салысу керекпіз деп есептеймін. Я думал, это будет не политический подкаст, я думал, это будет такой подкаст, где мы просто посидим, чай попьем, поговорим. Даже не притронулись практически к чаю, максимально вот такой вот идет активный разговор, и Дархан говорит про Әділет. Только я пью чай, по-моему. А я воду пил. Русеке, многие вас ассоциируют с республикой. Мы туда-обратно возвращаемся. Почему? Потому что я говорю, я хотел просто поговорить, а потом я понимаю, что повестка такая, и мы еще каждый день с Дарханом занимаемся Әділетом. И последний раз мы ездили на матч Ордабасы Тобол, были по разные клубы, я болел за Тобол, Дархан, понятно, болел за Ордабасы. И мы, Дархан говорит, блин, что-то я давно уже не занимался Ордабасы, я так сильно много внимания уделяю сейчас Әділету. И Руслан тоже очень много внимания уделял республике. Он является там, я не знаю точно правильно, как это называется. Сопредседателем, да, республики. Ну, принцип республики — это партия из сопредседателей. Там нет одного председателя. Как бы номинально мы назначаем председателя, ну, когда мы были. И почему для меня это было принципиально? Я сказал, если будет председатель, и мы будем под председателем слушать кого-то, тогда я не в этой партии. Потому что у председателя всегда там есть своя повестка. Должен быть совет. Қойшы көп болса, қой арам өледі деген бар ғой. Жоқ, бірақ біздің, наша модель, она правильно работала, и у нас были сопредседатели, и барлық ойды біз бірге шешім қабылдап, бірге талқылап, солай қоятымыз. Республикаға жалпы маған осындай мүмкіндік болғанына өте үлкен рахмет.
менде ешқандай негатив жоқ, ешқандай проблема жоқ республикамен. Жұмыс барысында жұмыс солай талап еткені үшін мен республикадан шықтым. Себебі Шымкентке зам әкімдікке бардым. Шығу керек та? Шығу керек, енді заң бойынша шығу керек болды. заң Мен бойынша. шықтым. Ары қарай енді олар өздерінің жұмысын жасап жатты. Мен өзімді мәжілісте көрдім. Ары қарай өзім осы мәжілістен бөлек басқа жақта да, мынау регионда да бір көрейін, тәжірибемді көрейін деп, сол жаққа солай шешім қабылдадым. Соқа барған үшін парламенттен шығу керек. Енді республикадан шығу керек болды. Мәжілістен шықтым. Республикамен ешқандай проблемам жоқ. Ешқандай бір-бірімізге деген қарым-қатынасымыз барлығы жақсы. Қазір ешқандай партия мүшесі емеспін. Және де республиканың бағанағы депутаттарына да, үміткер депутаттарына, басқа партияның депутаттарына да, әділетке де барлығына тек қана мен сәттілік тілеймін. Енді оның алдында да айттым, адам баласын қай жерде жұмыс істеді, қай партияда жұмыс істеді деп байлаудың қажет жоқ. Адам өзінің басты миссиясы, менің ойымша, ол еліне пайдалы болу. Ол еліне партиямен де пайдалы бола алады, партиясыз да пайдалы бола алады. Үлкен қызметпен де пайдалы бола алады, үлкен қызметсіз де пайдалы бола алады. Сол үшін қазіргі таңда мен енді өзімнің мақсаттарым, өзіме қойылған үлкен жүктемелер, үлкен жобаларым бар, қалаға байланысты. Біз сол жұмыстармен қазір айналысудамыз. Мен сізге бір сілтемені жіберейін, Еговтан. Оған кіріп баса салыңыз, әділет партиясын. Партиясыз да партиямен дейсіз ғой? Жоқ, ондай не жоқ, жалпы. Маған, мен ашық айтып жатырмын ғой, әділет партиясында сендердей жігіттердің болғаны, шындықты айтқанда бұл қуанарлық нәрсе. Өмірді көрген, бизнесті көрген, тәжірибесі мол, жүрегінде қазағым деген жүрек соққан Патриоттық сезім. жүректер көп болса, ол нұр үстіне нұр. Енді ол қағидалардың бәрі әділет партиясының қағидаты. Әділетті қоғам. Мысалға, мемлекет пен халықтың арасындағы, қалай айтсам болады, тепе-теңдік емес, мемлекет пен халық бір-бірімен тығыз байланысты болу керек. Сосын патриотизм, отансүйгіштік, ашық бәсеке. Енді ол ашық бәсеке, әділ бәсеке, ол спортта да, бизнесте да, қай жерде де болса да керек қой. Мысалға, менің ішкі философиям, қағидаттарым бәріне әділеттік келеді. Сол үшін мен әділетті таңдадым, әділетке кірдім. Енді қазір әділет партиясының үгіт насихатын жүргізуде көп халықтың сұрайтыны бар да. Не керек вообще партияда болып, не істейміз, партиядан қалай істейміз деп. Мысалға, сіз партияда жұмыс атқарып кеттіңіз, оны біз әділ екенбіз, ол сұрақты халыққа дұрыс, енді жауабын білсек те дұрыс жеткізе алмаймыз. Бірақ сізде тәжірибе бар. Неге парламентта мәжіліс депутаты болдыңыз. Сосын көрген білгеніңіз бізге қарағанда Қазақстанда көбірек. Енді сол мысалға жас келе жатқан болашақ ұрпаққа, мысалға қазір мен алдында да айтып отырмын, зумерлар кішкене басқаша ғой бізге қарағанда. Миллениалдардың ең соңғы ұрпағы сол бізден кейін 4-5 жыл шығар, 95-96-та бітіп қалады. Біз мысалға далада өстік, ауылда өстік. Қазіргі өзіміздің балаларымызда мысалға далаға көп шықпайды, көп жаңағы жолдастары, достары көп. Енді олар кейін өскен кезде ол қоғамда қалай болады, не болады? Әрине көп нәрсе өзгереді, мынау информативный технология жаңағы бәрі дамып жатыр. Бірақ оларға мысалға қоғамды дамытпау керек қой. Қоғам таза зумерлардан құралмау керек қой. Әрине. Оларға мысалға сіз не айтасыз? Мысалға партияға, не үшін партияда болу керек? Егер мысалы қағидаттар мен түсінемін, себебі менің бизнесім, жаңа футбольный клуб болсын, боксер болсын, заводтар болсын, бар осы Қазақстанда, осы қоғамның ішінде, және де қоғамда жаңағы системалық түрде біраз өзгерістер болайын деп жатыр. Сол үшін маған өте маңызды сол өзгерістерге өзім де үлесім қосып, өзіме айналамдағыларға жағатындай өзгерістер болса, өз ұстанымды, өз ұсыныстарымды беру. Мысалы, ол жас балаларға, жас студенттерге мысалға не керек деген сұрақ болса, сіз қалай жауап берер едіңіз? Енді біз бұны да сайлау алдыда өзіміздің жұмыс барысында кезінде, 3 жыл бұрын
осыны жастарға да түсіндірдік қой. Бізде біреуден бір нәрсе сұрай алу үшін сен бір жерде бір мүше болу керексің да. Бір даладан келіп, мысалы бізде де партияда, парламентте жұмыс жасаған кезде халықпен кездесу болатын. Келеді халық. Менің бірінші сұрайтын сұрағым, сіз қай партия мүшесісіз деп сұрайтын. Мысалы, аманат дейтін болса, мен айтатынмын, мен республика партиясын. Енді ол сіздің мәселеңізді қарастырмаймын деген мәселе емес, мен қарастырам. Бірақ ана жерден сіз өзің мәселеңізді, мысалы, аманат партиясының депутаттарымен талқыласаңыз, сіз аманат мүшесі ретінде сол дұрысырақ деп айтатын. Ал еш жерде мүше болмай талап ету де бір түрлі да. Жалпы біздегі әсіресе Алматыдағы проблема, біз ешқандай бір партия мүшесі емеспіз. Көп адам саяси бағанағы өзінің белсенділігін көрсетпейді. Мынау Ангус Мэдисон деген үлкен бір ғалым бар. Қазір тірі емес шығар. Соның бір қызық бір несі бар, жұмысы бар. Былайша қарасаңыздар, Скандинавия елдерін біз мақтап жатамыз ғой. Ойбай, күшті деп. Ол 195 елді анализ жасайды. 195 елді анализ жасап шығады да, алға шыққан 5 елді анықтайды. Және де сол 5 елде қандай нәрсе жасалды, сол 5 ел қатты дамыды. Неден? Сол екі критерий. бағанағы себеп табады. Ол дамыған елдер, бағанағы Қытай, Сингапур, Жапония, Тайвань сияқты елдер. Қызық, барлығы бағанағы Азияның елдері. Және де сіздерге сұрақ, мысалы, екі нәрсе не? Сол жерде ол екі нәрсені анықтайды. Осы екі нәрсені жасаған ел алға шыққан. Бүкіл елдерге қарағанда. Қалай деп ойлайсыздар? Біреулер айтады, көп жұмыс істегеннен, біреулер айтады, экономика дейді, біреулер анау дейді, мынау дейді, ондай емес. Біріншісі, дамыған елдер өзінің құндылықтарын дамытады. Өзінің құндылықтарын, әдет ғұрпын дамытады. Бұл дамыған елдер. Мысалы, Қытай. Дүние жүзі бойынша 600 мыңға жуық Қытай рестораны бар. Мысалы. Олар тек қана өзінің, ол тамақ емес. Мысалы, ресторан деген ол тек қана тамақ емес. Мысалы, мынау сандық жобасы да бұл тек қана бір тамақ емес қой. Біз бұл жоба арқылы өзіміздің құндылығымызды, әдет ғұрпымызды, мәдениетімізді, басқа да өзіміздің бағанағы барлық нелерімізді көрсетеміз ғой, құндылықтарымызды көрсетеміз ғой. Тура сол сияқты бірінші орында тұрған нәрсе өзінің құндылығын ұмытпай дамытқан елдер дамиды. Бұл біріншісі. Екіншісі өте қызық. Бір-біріне сенімі мол халық тез дамиды. Ол не деген сөз? Бір-біріне азаматтар арасында. Иә. Ол не деген сөз? Қоғамдық ауызбіршілік. Қоғамдық ауызбіршілік неден пайда болады? Ол партиялық ұйымдардан, коммерциялық емес ұйымдардан, басқа да ұйымдардан. Скандинавиялық елдерді әрқашанда айтамыз, мықты дамыған. Скандинавиялық елдерде 90%-ға дейін халықтың саны әртүрлі ұйымдардың мүшелері. 90%. Ол партия, ол басқа да ұйымдар, әртүрлі. Не деген мағына? Бір ұйымда бір мақсат болса, олар сол мақсатпен жүреді. Олар бір жетістікке жетеді. 90%. Біздегі көрсеткіш қандай? Өте төмен. Тәжірибесі бар ғой. Өкінішке таман. Сол үшін біздің еліміз, қоғамымыз даму керек дейтін болсақ, осы екі құндылықты, екі нәрсені біз дамыту керекпіз. Өзіміздің құндылықтар мен әдет ғұрып мәдениетімізді, екіншісі бір-бірімізге сенімімізді. Біздің енді қазіргі кейбір проблемамыздың бірі ол біз бір-бірімізге сенбейміз. Қызғанамыз. Біз бір жерде отырып, мысалы, 5 адам отыру мүмкін, 5 адам бір-біріне сенбейді. Бірақ 5 адамның бір ортақ мақсаты жоқ, ортақ идеологиясы жоқ, ортақ бір жүріп жатқан жол жоқ. Осы ең үлкен проблема. Сол үшін жастарға айтатын, бұл екі нәрсені біз дамытпай, бір-бірімізге сенімімізді, және де құндылықтарымызды дамытпай, біз дамымаймыз. Кей-поп неге қатты дамып жатыр?
кей-поп ол Кореяның құндылығы былайша айтқанда. Кей-поптың мысалы қазіргі таңдағы Кореяның ВВП-сінен бір 70-80 миллиардқа жетіп қалды. 70-80 миллиард тек қана кей-поп алып келіп жатыр. Ол не деген ақша? Ол біздің жалпы ішкі өнімнің былайша айтқанда 25% ғой. Себебі олар өздерінің құндылықтарын дамытып жатыр. Сол үшін енді біздің команда, мен енді қазір жұмыста емеспін, бизнесте емеспін. Олардың да басты мақсаты біздің құндылықты дамыту. Мен Royal Flowers ашқанда осы қыркүйек айында 2 жыл бұрын Чикагода күнде тардан чай ішетінбіз біз. И қызықта Чикагода отырсың, бірақ чай тарымен, вафли. Бір қызығы мысалы, Чикагодағы тарда 95% клиенттері американдықтар, 5% ғана бұл қазақтар да емес, СНГ деп айтамын, 5%. Шымкентте мен де тарыдан ғана шай ішеміз. 95% американдықтардың келген 95% американдық 80% Қазақстан туралы сұрайды да, мен Қазақстанға барам деп айтады. Байқаған болсаңыз, ар жақта оқта монитор бар, қазақтың табиғатын, әртүрлі жерлерін көрсетіп тұрады. Соны енді біз осылай дамыту керекпіз. Мысалы, сушины біздің бала-шағамыз неге қатты жейді, пиццаны неге, оның барлығы құндылық, оны біз түсініп тұрған жоқпыз ғой. Мысалы, пицца ол Италияның құндылығы, суши ол Японияның құндылығы. Мысалы, сушида ең бірінші орында бір 600-700 мыңға жақын ресторан дүниежүзі бойынша. Бұл жапондық суши ресторандар. Екінші орында Қытай. Бірақ мысалға Қытайда 600 мың ресторан бар деңіз, қытайлықтарда. Дүниежүзі бойынша. Дүниежүзі бойынша. Бірақ дүниежүзі бойынша қытайлардың халық саны қанша? Бізде бәлкім демографиялық проблема бар шығар. Біз мысалы үлкен жерде тұрамыз, 9-шы орында, бірақ бізде 20 миллион халық тұрады. Бізде енді 2020. Даже көршілес Өзбекстанда мысалы 40 миллион халық болып қалды ғой. Егер біз халық саны көбеймей, біздің құндылықтарды дамыту өте қиын ғой. Сондықтан гүлдерді алыңыз, демографияны көтеріңіз. Енді ол кейін бөлекте нәрсе бар. Мысалы 1897 жылғы санақ бар ғой. Мысалы қазақтардың саны 4 миллиондай, 4 миллионнан сәл көбірек. Мысалы көршілес Өзбекстанның саны 720 мыңдай болатын 1897-те. Енді қазір қараңыз, өзбектердің саны 31 миллионға жақын, тек қана өзбек ұлтын айтып жатырмын. Қазақтардың саны 14 миллион. Тек қана қазақ ұлтын айтып жатыр. Біздегі ашаршылық 2021 жылы мен бір үлкен мақала оқығам, президенттің мақаласы, осы ашаршылыққа байланысты. Себебі ашаршылық 1921-1922 жылдар болды. Сол кезде біз осы аралықта қаншама халық қырылып қалды да, біздің көршілес бауыр өзбектердің саны 40 есе өсті. Бізбен ашаршылық, бағанағыдай жағдайлар болмаған кезде, қазір қазақтардың саны қанша болатын еді білесіздер ме? 170 миллион. 170 миллион болатын. Тура Өзбекстан сияқты өсетін болсақ, 170 миллион болатын еді. Енді тарихымызда оңай болмады. Осыншама көп жағдайлар, әртүрлі саяси жағдайлар болды, табиғи жағдайлар болды, басқа да жағдайлар болды. Енді қазіргі таңда, былайша айтқанда, ашық аспанымыз бар, жақсы жағдайымыз бар. Ертең күні бала-шағамызға ұялмайтындай осы уақыт, мысалы, біз әке-шешемізге ешқандай ренжісіміз жоқ. Себебі 90-шы жылдары түк жоқ кезде қаншама, әсіресе әйел баласы, әсіресе мамаларымыз деп айтуға болады. Себебі көп еркек ол кезде ішіп кетті, шындыққа келгенде. Ауылдарды қарайтын болсаң, басқа да. Енді осы 90-шы жылы біз өзіміздің қиын кезеңде ата-анамыз бізді алып шықты да, енді осы кезең қазір, былайша айтқанда, бүкіл дүние жүзінде ең жақсы, ең тыныш, барлық жағынан дұрыс ел деп айтуға болады. Оны мен кәміл сенемін. Және де қандай да бір адам келсін, отырып бәстесуге де, спорласуға да дайынмын. Қазақстанда айтып отырсыз. Қазақстанда менде. Бізден тыныш жер қазір жоқ. Осы жағдайды пайдаланып, дұрыс жұмыс жасап, біз дұрыс өзгерістер жасасақ, ары қарай тез өсеміз, тез дамып кетеміз. Сол кезде арифметикалық прогрессия арқылы 20 геометрикалық дейікші,
арифметикалық емес, геометрикалық прогрессиямен өсейікші. Менде чисто активатор. Иә, и мысалы 20-30 жылдан кейін ұялмай бала шағамызға айта аламыз. Жәндерім, біз осындай бір мүмкіншілік келген кезде біз қолымыздан келгенше елімізді дамыта білдік, елімізді осындай деңгейге жеткіздік, өзімізден кейін дұрыс адамдар қалдыра білдік, дұрыс жұмыстар, дұрыс жобалар жасап кеттік, дұрыс заңдар қалдырдық. Ол заңдар еш ауыспай 100 жыл, 150, 300 жыл жұмыс істейтін заңдар қалдырдық деген сияқты мақтанатындай нәрселер болу керек та. Қанша мемлекеттерді бар, қай әртүрлі елдерді қарап жатырық. Қазір Қазақстан мен үшін ең керемет жер. Ең тыныш, ең қорықпайтын жер. Мен сол үшін де ойлаймын, что болашақта да 10 жылдан кейін, 20 жылдан кейін, 100 жылдан кейін, 1000 жылдан кейін де Қазақстан тура сондай болып қалғанын қалаймын. Енді толықтай қосыламын. Біз өз атымыздан бір кішігірім болса да, кішкентай болса да өз үлесімізді қосып, осы халқымыз, еліміз аман есен жақсы болу үшін біз өз әрқайсымыз атсалысу керекпіз. Біздің жасымыз тағы да айтып тұрмын, келіп тұр. Сол үшін не істейміз деген сұрақ болмау керек. Кеннедидің де сөзі бар ғой, мемлекет бізге не береді деп сұрағанша, біз мемлекетке не береміз дегендей. Сол үшін әрқайсымыз азамат болып, еркек болып, біз енді еркек қана емес, әйел азаматтары да баршамыз біз қазіргі таңда өте үлкен өзгерістер болайын деп тұр. Сол өзгерістерге өз үлесімізді қосып, орысша айтқанда, каждый должен нести свою лепту дейді. Сол сияқты мүмкіндік беріліп тұр. Мысалға, не үшін бәріміз жаңағыдай жаловаться етеміз дейміз ғой. Қазіргі таңда диванный эксперттер көп болып кетті ғой, футболдан болсын, бокстан болсын, бәрін көріп жатырық. Бірақ неге біз күтеміз, неге біз біреуден күтеміз, что біреуге бізге, ой, сен тұр, сен мықтысың ғой, сен тұрда жұмыс жаса деп біреудің айтқанын күтеміз. Олай ешкім келмейді. Нарықтық экономика болу керек, бәсекелестік экономика болу керек, меритократия болу керек. Әркім өзінің қабілетіне, өзінің жаңағы мамандығына, профессионализміне байланысты жұмыс жасау керек. Сол үшін әрқайсымыз атсалсақ, сонда жақсы жарқын Қазақстан болады. Ауызбіршілігіміз таймау керек бірінші кезекте. Жаңағы негізі Русекең айтқан несі қатты ұнады маған қағидасы. Барлық халықта бір тұтас, халықта бір мақсат болса, бір цель болса, онда действительно ұйым, керемет қоғам, ауызбіршіліктегі қоғам болады. Менде презентация болатын, жастарға жасайтын, маған просто есіме келіп отыр да. Көп айтады, біз жаспыз, саясатқа бағанағы бір бай болғаннан кейін, бір 40-тан 50-ден асқаннан кейін саясатқа кірісемін деп көбісі солай ойлайды. Мен де солай ойлағам. Мысалы, бізде Сұлтанахмет Торайғыров бар ғой, жап-жас бала, былайша айтқанда да. Мысалы, қандай сөздері бар, қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам, қараңғылықтың көгінде күн болмағанда кім болам дейді. Ол былайша айтқанда бір үндеу, жастарға үндеу айтып кетті. Сен істемесең кім істейді деген сөз ғой. Басқа Міржақып Дулатовта да бар бағанағы, сен жамбалсаң лапылдап, мен жамбасам лапылдап, аспан қалай ашылмақ деген сияқты. Бірақ біздің қазіргі жағдайымыз, мысалы, кезінде Ермеков деген мырза болыпты, ол 29 жасында, мысалы, Совет өкіметіне Атырау жері мен солтүстік Қазақстан жерлерін дәлелдеп кетті. Ол біздің жер ретінде, ол қорғап алды, былайша айтқанда. 29 жасар бала. Бізге 40-ты, 50-ді күтудің қажет жоқ, бізге бір бай болуды күтуді қажет жоқ. Елге қызмет жасайын десең, осындай нәрселерді жасап кетуге болады. Және де енді ақыры подкастымыздың соңы, осы жақындағына, осы бір апта бұрын қателеспесем, сторис қойдым. Күлтегін бабамыздың айтып кеткен өсиеті. Ол да былайша айтқанда, ол бізге бір үндеу, біздің халыққа үндеу. Осыдан 8-ші ғасырда қалдырған үндеу ғой. Қаншама ғасыр өтті, бірақ до сих пор это актуально, былайша айтқанда. Мысалы, өзі ол тас қазір біздің Евразийский университетте тұр, Астанада. Сол жерде жазу тұр ғой. Мен түрік халқы үшін түнде ұйықтамадым, күндіз отырмадым дейді. Кедей халықты бай қылдым, аз халықты көп қылдым дейді. Күлтегін бабамыз осындай нәрсе бір үндеу, былайша айтқанда бой түзейтін бір бізге үлкен бір насихат қалдырып кетті. Осы жолда енді әрбіріміз ертең мақсатымыз біз туралы айту емес, бірақ мақсатымыз біз жасап кеткен бір елді басқалар көру. Ағам айтатын еді, қазақтар көп жұмақ туралы айтады.
мынау қайбір кездері бір мешітте көп айтылып кетті ғой, жұмақ әртүрлі әңгімелер. Ол бір дұрыс емес та, мотивация жасау бағанағы. Жұмаққа барсам мындай болады, енді әртүрлі дұрыс емес бір мысалдар болып кетті. Сол кезде бір ағамызбен сөйлесіп қалдық. Сол бір ауызашарда еді, бір әңгіме болады ғой, бір ауызашар. Сол кезде ол айтты да, әрбір азаматтың борышы жұмақты көре алу үшін ол өзінің тұрған жерін жұмақ жасау керек. Өзінің тұрған жерінде ол жұмақ жасай алса ғана, ол одан кейін жұмақты көреді дейді. Сол үшін біздің мақсатымыз осы Қазақстанымызды бір жұмақ жасайықшы. Барлығымыз бірігіп, бір оймен, бір мақсатпен осы елімізді. Ссылка жібере берсе. Ссылка жібере берсе, біздің қағидатқа келіп тұр ғой. Әділет партиясының жақында құрылтай болғанын айтпауға енді амал жоқ, бірақ менің ойымша осы жаңа өзгерістер сондай жасау үшін жасалып жатқан дүниелер. Мен оған кәміл сенемін. Қазір енді құрылтай келе жатқан, мен лапылдап жаныптым, сол әділет деп. Сол үшін ссылка жібере беріңіз. Сол үшін енді барлығымыздың мақсатымыз осы елімізді соншалықты гүлдендірейік, соншалықты жақсартайық. Бүкіл басқа елдер бізге қызығып, бізге өмір сүруге армандайтындай ел жасайық. Қазақстанды қатты жақсы көресіз. Әрине. Это был потрясающий подкаст. Я думаю, вам понравился. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я сейчас попробую уговорить и у Дархана взять, и у Руслана взять какие-нибудь классные подарки для ваших комментариев. Я сам лично готов даже подарить вам годовой абонемент на Royal Flowers. Будете каждый месяц дарить свои любимые цветы. Поэтому пишите комментарии. Смотрите наш подкаст, мы будем активны. Скоро еще огромное количество классных гостей. И, конечно же, 23 числа приходите голосовать за Адлет.